Сақтар деген кім? Сақтар ұлы даланың ежелгі супер қаһармандары. Аңызға айналған патшайымдар, алып қорғандар, шошақ бөрік және алтын. Өте көп алтын. Сондай-ақ айтылу қиын атаулар. Біреулер 1000 жылды 5 минутта айтып беру мүмкін еместер. Әйтсе де көрейік. Мұңлы сақ уақытты бақылайды. Ол уәдесінде тұрмайтындарды ұнатпайды. Сонымен біздің заманымызға дейінгі 6 ғасыр Еуразия, кең дала, Тынық мұхиттан Қара теңізге дейінгі ұлан ғайыр жер. Қазір бұл жерлерде бірнеше мемлекет орналасқан. Соның ішінде Қазақстанда бар. Ал бұрынғы заманда бұл аймақта түрлі көшпелі тайпа өмір сүрген. Олар мал шаруашылығымен айналысқан, кейде садақ атқан, тіпті егін еккен. Көшпелілер шөгі-шүйгін жайылым іздеп үнемі көшіп жүрген. Жүздеген жыл бойы солай өмір сүрген. Көшпенділер кейде бір-бірімен соғысса, енді бірде бітімі жасасып бірігіп отырған. Көршілермен де араласып тұрған, негізінен парсылармен және гректермен қатынаста болған. Олармен де бірде дос, бірде қас болды. Көршілер әдетте сондай ғой өзі. Сақтар туралы алғашқы жазба қалдырған да осы парсылар мен гректер. Мысалы, Парсы патшасы Дарий, ол көп ел жаулаған. Сол жетістігін елдің бәрі білсе ғой деген ой туады. Биіктігі 100 метрлік жартастың бетіне бағындырған тайпа көсемдерінің бейнесін ойып салғызады. Олардың ішінде шошақ бөрікті де бар. Бұл Скунхай есімді сақтар көсемі болатын. Қазіргі Қазақстан аумағында көшпенділер сақтар туралы алғашқы жазбалар осындай. Сақтар Парсы патшасына алым салып төлейді. Парсылармен бірге гректерге қарсы соғысқан да бар. Парсылардың қасиетті кітабы Авестада сақтар туралы жазба кездеседі. Сақтарды парсылар 3 тайпаға бөледі. Атаулар тіл сындырады. Экраннан өзің оқып ал. Гректерде де дала көшпелілер туралы жазбалар жетіп артылады. Оларды әртүрлі атайды. Скифтер, кимериліктер, сарматтар, массагеттер, аргиппейлер, аримаспалар. Бұлар туыс тайпалар. Мысалы, гректер былай дейді. Көшпелілер сүт ішеді, күнге табынып жылқыны құрбандыққа шалады. Ал сақ әйелдерге қатысты былай деп таңданады. Сақ әйелдері күшті, әрі ерлермен бірге шайқасқа қатысады. Сақ патшайымы Томирис туралы естіген шығарсың. Ол біздің заманымызға дейінгі 6 ғасырда өмір сүрген. Парсы патшасы Кир сақтарды жаулап алмақ болады. Алайда Томирис күш біріктіріп, Кирді жеңеді. Кир шешуші шайқаста қаза табады, ал Томирис оның басын қанға толы торсыққа салып қояды. Бұл оқиға көптеген еуропалық суретшіге шабыт сыйлаған. Тағы бір жаужүрек әйел Зарина. Ол Томиристен де бұрын өмір сүрген. Ол да ұрыстарға қатысқан. Сақтар туралы ежелгі Қытай деректерінде де бар. Мысалы, сақтардың барлығы сары не жирен шашты, жасыл не көк көзді, бет терісі қызыл деп сипатталады. Бірақ сақтардың өздері жайлы жазбасы жоқтың қасы. Болса да, біз әзірге оларды оқи алмаспыз. Археологтардың арқасында сақтардың ақсүйектерін қорғандарда қалай жерлегенін білеміз. Қорған дегеніміз сазды құмды топырақтан үйілген бағалы заттарға толы қабір. Жылқылар да иесімен бірге жерленген. Бұл туралы Геродот та жазады. Кейбір қорғандардың жұмбақ мұрты бар. Қорғанға ұрлыққа түсетіндер көп болған. Сондықтан ақсүйекті қорған ортасына емес, жанына көметін. Осы айланың арқасында есік қорғандағы алтын адам аман қалыпты. Ол өте бай, жас болған және біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырда өмір сүрген. Бірақ оның есімі былай тұрсын, тіпті әйеліне еркек екені әлі күнге дейін белгісіз. Айтқандай, сақтарда мұндай алтын адам көп болған. Олардың арасында әйелдер де баршылық. Соның бірі Томирис не Зарина болуы да мүмкін. Сақтар аңның бейнесін жиі қолданған. Мұндай бейнелер алтын әшекей, кілем, қарулар мен тастарда көптеп кездеседі. Мысалы, бұғы, жолбарыс, арқар және грифонды байқауға болады. Осындай заттар Қара теңіздегі скифтерден де табылған. Ал сақтардың өзі қайда кетті? Қытайдың солтүстігінен батысқа қарай жол бастаған көшпенділер ғұндармен араласып кетті. Осылайша ұлы көш басталды. Ол бас аяғы 500 жылға созылды. Сақтардың бір бөлігі көше-көше Үндістаннан бірақ шыққан. Ал бір бөлігі Орталық Азияның жаңа тұрғындары түркілермен біте қайнасып кетті. Ар жағы шұғиыры жоқ тарих. Кешірші молы сақ, уақыт зымырап өтіп кетіпті. Өйткені біз әлемді зерттеп, көрген-білгенімізді баяндағанды жақсы көреміз. Тарих пен ғылым туралы жаңа роликтерден қапы қалмау үшін қоңырауды басып, бізге жазыл, бағанды қой.